Әллазина аману, әлгі иман келтіргендер, валам ялбису иманахум бизулмин, сосын сол имандарын әділетсіздікпен былғамағандар, араластырмағандар. Қараңыздар. Улайка лахумул амну, міне соларға амандық болады дейді ертең. Қараңыздар. Сосын айтады, вахум мухтадун, тура жолдағылар да солар дейді. Көрдіңіз ғой? Осы араласып кету нәрсесінің өзі пайғамбарымыз сондай дәрежеге дейін тазалауға тырысқан сахабаларын үйреткен кезде. Мысалы бір күні Абу Бәкірге пайғамбарымыз салсам айтады, я Абу Бәкір, лашширку фикум дейді. Мысалы, ахфа мин дабибин намли аля софа. Сендердің араларыңдағы дейді. Аллаға серік қосудың сондай бір құпия түрі бар дейді. Құпия түрі деген сөз адамның өзіне байқалмай қалады екен ол. Мұсылманның өзіне байқалмай қалады екен. Сондай бір құпия түрі бар дейді. Ол анау тастың үстіндегі қозғалып баратқан құмырсқа сияқты дейді. Соның дыбысын қалай естімейсің, қимылын. Сол қалай байқалмай қалады. Тура солай байқалмай қалайтын серік қосу бар дейді. Сонда Абу Бәкір жаңа Расулалла, Аллахтың елшісі, хали ширку илля ман иттахаза мағаллахи илахан ахар, әлгі Алладан өзге бөлек бір тәңір жасап алған ширктан басқа да ширк бар ма сонда дейді. Валлази нафси биядихи, ей Абу Бәкір, жаным өзінің қолында болған Алламен ант етемін. Сөзсіз сол тастың үстінде қозғалып баратқан құмырсқаның қозғалғанынан да құпия серік қосу бар дейді. Сосын соны жұмбақтамай түсіндіреді бізге. Яқумур раджулу юсалли, бір адам намаз оқуға тұрады дейді. Фа юзейхину салатаху, намазын солай әсемдейді дейді. Лима яра мин назари раджули, өйткені ол намазға тұрайын деп атқан кезінде бір кісінің оған қарап отқанын көріп қалған еді дейді. Көрдіңіз ба? Егер осы нәрсе болса, жаңағы намаз қабыл болмайды екен. Сол намаз Аллаға қосқан серігіңе деп айтады екен Алла Тағала. Сыйлығын сол серігіңнен ал деп. Ол не береді қияметте? Ол өзі бір бейшара болып тұрады ол күні. Мысалы өзіңіз ойлаңыз, Алланың рахымына бөлінбесек. Кім кімге не бере алады қияметте? Адамдар жалаңаш, жалаң аяқ киімсіз келіп, түк еш нәрсесіз келген адам кімге кім не бере алады ол күні? Міне сондықтан өте мұқият болуға дейін тәрбиелеп отыр ғой пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Содан жаңа ғана аяқ киімнің бауына дейін таңғаласыз енді. Мысалы, сахабаларға аяқ киімнің шылбыры бауына дейін Алладан сұрап үйрен деген ғой. Мұқтаж болудан арыл деп атыр біреуге. Көрсетпе біреуге мұқтаждығыңды. Бай әлемдердің Раббысы тұрғанда қайтып сен біреуге барып жалынасың. Қайтып біреуге сен өзіңді көрсетесің бейшарап. Қараңыз. Әбден ана Алладан басқа тәңір жоқ деген нәрсе бүкіл тұла бойыңды билейтіндей қылып тазартып жатырдық пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Тіпті таңғаласыздар, мынандай нәрсеге дейін айтқан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, я аюханнас, ей адамдар, ахлису аъмалакум лиллахи, иннаху ла яқбалу илля ма ухлиса лаху. Ей адамдар, амалдарыңды Аллаға ықыластаңдар, таза Алланың өзіне еш қоспасыз жіберіңдер дейді. Өйткені Аллах Тағала сөзсіз, өзіне ықылассыз болған нәрсені қабыл етпейді дейді ешқашан. Салиқалы амал деген нәрсенің өзі, құрметті жамағат, жақсы амалдың өзі біреудің, Алладан өзге басқа біреудің дидары көзделсе бітті, қабыл етілмейді деген. Бұл жаңағы бір ұстаздар, ғалымдар шығарып отқан заң емес бұл. Бұл Алланың заңы. Ол қалаған, жаңа айттық қой, ол өктем деп. Ол солай шешкен. Ол шешкен тек қана ықыласына қабыл етем деп. Өйткені шындап келгенде одан басқа тәңір жоқ. Одан басқаның дидары көзделмеу керек ешқашан, ешбір жақсы амал жасаған кезінде. Сонда жаңа хадисінің соңында айтады, «Вала тақулу», байқаңдар, былай деп айтқамаңдар дейді. Былай деп айтқамаңдар дейді.
қалай деген кезде хаза лиллахи валиррахими, бұны енді Алла үшін және осы ағайын туыстарым үшін істедім ғой деп те айтқанмаңдар дейді. Қараңыздар, олай қарап тұрсам бұл сөзде тұрған ештеңе жоқ сияқты. Неге бұл сөз айтылған кезде, егер мұқият қарасаңыз, кейде сіз бір адамды кешіре алмай тұрсаңыз, сосын бір туысқаныңыз келіп мен үшін кешіре салшы десе, жарайды енді сіз үшін кешірем, әйтпесе кешірмесе, сонда Алла қайда қалды? Сонда Алла үшін кешіре алмадың оны. Немесе бастығың үшін кешіре саласың, өйткені жұмыстан шығарып жіберуі мүмкін. Алла үшін деген мағынаны жаңғырту керек қоғамда. Үйіңде, отбасыңда, балаларың осы нұрды көру керек. Осы үлкен тақырыпқа айналу керек оның санасында. Көрдіңіз ғой? Сонда ол балаңыз Алланы көп зікір ететін болады үйде, далада жүрсе де. Өйткені нұр жұғады ол. Ол әдемі нәрсе, әдемі тақырып. Егер солай айтып қалсаңдар дейді, фаиннаху лиррахими, онда сол амалың туысқан ағайындарыңа кетті дейді болды. Уалайса лиллахи минха шайюн. Алла үшін о жерде бір нәрсе жоқ дейді. Қараңыздар қалай айтып отыр пайғамбарымыз. Бұл біздің сүйікті пайғамбарымыздың айтып жатқан нәрсесі. Ол өйткені Алла Тағаланы көп таниды, амалдардың қабыл ету жолдарын көп таниды ол. Ол бұл тақырыптағы қандай қоспалардың зиянды екенін ол жақсырақ біледі бізден. Содан кейін баяндап жатыр. Сондай-ақ былай деп те айтпаңдар дейді. Хаза лиллахи ва лиуджихикум. Мынау Алла үшін, сосын сіздер кеп қапсыздар, сіздердің дидарларыңыз үшін деп айтпаңдар дейді. Сіздердің көңілдеріңіз үшін деп. Егер сөйтіп айтсаң, онда солардың көңілін үшін кетті дейді ол. Уалайса лиллахи минха шайюн. Аллаға істелген о жерде еш нәрсе жоқ дейді мүлде. Аллах Тағала қымбат, құрметті жамағат. Алла Тағала өте таза, пәк, мінсіз, таза амалды қалайды.